Адал мен арамның таразысы. Мешітте айтылған уағыз. Бір кедей пенде жалғыз сиырын сауып, соның сүтін сатып динар ақша жасайды екен. Бір қалта динар жинаған әлгі кісі кемеге мініп, бір жағдаймен жолға шығады. Кемеде келе жатып ұйықтап кетеді. Сонда бір маймыл оның динар салған қалтасын ұрлап алып, кеме желкенінің ұшына барып шығып кетеді. Жолаушы оянып, ары-бері қараса, динар салған қалта жоқ. Ары іздейді, бері іздейді. Ақыры желкенің ұшында отырған маймылды көреді. Қараса, маймыл бір динарды алып мұның қолына лақтырады. Келесі динарды алып теңізге лақтырады. Сөйте қалтаны босатады. Мәнісі, әлгі міскін сиырын сауып, сүтін сатарда аздап су қосады екен. Иесіне лақтырған динар адалдан, теңізге лақтырған динар арамнан. Яғни судың үлесі суға, сүттің үлесі иесіне. Әр заманда адал мен арамның арасын анықтап тұратын осындай таразы болса ғой, шіркін. Бірақ ондай құрал жоқ қой. Бір кем дүние. Тұнжыр тұман. Таң азаннан дала тұнжыр тұман. Көшеге адамдар бүрсеңдеп бара жатыр. Ал майда құстар құйқылжыта ән салады, әсіресе қара торғай. Әлде олар тоңбай ма, әлде олар адамдарға қарағанда оптимист, үлкен үміткер ме? Тоқ болатында жағдайлары жоқ. Айнала аппақ қар. Құрт құмыртқа шыға қоймаған кез. Құстар өміршең, тірмізік. Бәлкім, олар бір-біріне жамандық, қастандық ойламайтындықтан болар. Бірінің үстінен бірі арыз жазып, бірін-бірі даттап, боқтап, бәле жауып, соттатып жатпайды ғой құстар. Сол пейілдеріне қарай Құдай оларға қуат беріп, қуаныш беріп қойғанда болар. Әйтеуір ән салады. Жылауық зарылда емес, көңілді. Біз неге осыларда емеспіз? Бір кем дүние. Самайға ақ кіріп еді, мұртта қара бастады. Ұялған ұрыдай қастың бір талда ағарыпты. Сөйте, сүйекте ағарады-ау. Несіне тырбаңдаймыз? Бәрі де өтеді. Өтпейтін уақыт қана. Адамдар уақыт өтіп барады деп өкінеді. Шынында өтіп бара жатқан уақыт емес, өмір. Өмір өтіп барады. Ал уақыттың басы да жоқ, аяғы да жоқ. Уақытты жылға, айға, сағатқа, минутке, секундке, ғасырға бөліп жүрген адамдар ғой. Уақыт мәңгілік. Мәңгілік басталмайды да, аяқталмайды да. Бәрін бір Алла біледі. Алла білімі шексіз, білімі шектеулі адамдар. Бір кем дүние. 75. Осыдан біраз жыл бұрын әйгілі әдебиетші, сыншы, үлкен ғалым Шернияздан Елеукенов 70 жасқа толып, Алматыдағы ғалымдар үйінде мерейтойы өткенде өз айтып еді. 70 деген екі сөзден тұрады. Жет, піс деген. Ал мен болсам 75-ті тойлап тастадым. Енді сол Елеукенов айтқан сөз есіме түсе береді. Жет дегені дұрыс-ақ, піс дегені қатерлі. Пісіп тұрған жемісті әркім ақ жеп қойғысы келеді. Әсіресе жауыз торғай шоқып жерге түсіреді. Жақсы емес. Уылжып піскен шақта өзі-ақ үзіліп түседі. Нені меңзейді? Жеткенің жақсы, піскенің қиын. Бір кем дүние. Құралақан. Жарты әлемді жолдаған тағы бір жаһангер Александр Македонский Ескендір Зұлқарнайын өлген соң табыттан қолы шошаңдап шыға беріпті. Бір танышпан алақанына бір шөкім топырақ салған соң ғана қолы сылқ етіп табытқа түсіпті. Сөйтсе Ескендір тірілерге: «Ей жарандар, мен дүниенің жартысын жаулап, алтыннан тау тұрғызсам да, о дүниеге ештеңе алып бара жатқан жоқпын. Міне қараңдар», деп алақан ашып көрсетеді екен. Қайран дүние, тіршілікте кім тойған? Адамның ашқарақ көзі топыраққа ғана тояды. Бір кем дүние. Видео ұнаса, жақындарыңызбен WhatsApp желісі арқылы бөлісіңіз. Дәл осындай мағыналы видеолардың көп шыққанын қаласаңыз, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіз.